Арықтау үшін қымбат диета, фитнес-клуб немесе арнайы өнім керек деп ойлайсыз ба? Ал егер сізге дәл қазір үйде бар қарапайым заттар көмектесе алатынын айтсам ше? Бұл видеода мен сізге ешқандай сиқырсыз, тек жұмыс істейтін қарапайым тәсілдерді көрсетемін. Ең қызығы, кейбірі сіздің тәбетіңізді өздігінен азайтады. Соңына дейін көріңіз, өйткені ең қателесетін тұсты видеоның соңында айтамын. Арықтау көбіне күрделі емес, көп жағдайда нәтиже күнделікті ұсақ әдеттерден басталады. Ең бірінші құрал су. Көп адам шөлді аштықпен шатастырады. Тамақтанар алдында бір стақан су ішіп көріңіз. Бұл тәбетті сәл басады және артық жеуден сақтайды. Күні бойы аз-аздан су ішуді әдетке айналдыру маңызды. Келесі әдіс кіші табақ қолдану. Үлкен табаққа біз байқамай көп тамақ саламыз, ал кіші табақ порцияны автоматты түрде азайтады, бірақ көзге ол жеткілікті болып көрінеді. Тағы бір қызық тәсіл – айна алдында тамақтану. Айнада өзіңізді көргенде адам саналырақ жейді, тез-тез ойланбай жеу азаяды. Егер үйде ас үй таразысы болса, кейде порцияны өлшеп көріңіз. Көзбен шамалау жиі алдайды. Өлшеу нақты түсінік береді. Тағы бір маңызды әдет – баяу тамақтану. Ми тойғанды бірден сезбейді. Әдетте 15-20 минут керек. Асықпай жеу артық калориядан сақтайды. Сонымен қатар, күнделікті қозғалысты көбейту де әсер етеді. Міндетті түрде ауыр жаттығу емес, жаяу жүру, үй жинау, баспалдақ бәрі жұмыс істейді. Ең бастысы, бір ғана әдіс нәтиже бермейді. Нәтиже тұрақты, қарапайым әдеттерден жиналады. Көп адам дәл осы жерде қателеседі. Олар бәрін бірден өзгерту керек деп ойлайды да тез шаршайды. Егер видео пайдалы болса, лайк басыңыз. Бұл маған осындай пайдалы контентті көбірек жасауға көмектеседі. Пікірге жазыңыз, сіз үшін арықтауда ең қиын нәрсе не? Және каналға тіркелуді ұмытпаңыз, алда арықтау, тамақтану және әдеттер туралы тағы басқа видеолар болады.